Бұл биялаңы емес, тәрбие жөніндегі мектеп директорларының орынбасарлары әр ұлттың амандасу рәсімін жасап жатыр. Бүгін Алматы қаласы білім басқармасына қарасты Медеу ауданында орналасқан нөмір 99 жалпы білім беретін мектепте ұлттық тәрбие ел болашағы тақырыбында іс-шара өтті. Семинарға Медеу ауданында орналасқан мектеп директорларының тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары және аудандық білім бөлімінің әдіскері Ақылбекова Эльмира Нұрғазықызы қатысты. Мектеп оқытатын орын, сондықтан да болар. Сәлемдесу соңы орыс тілі мұғалімі Жамбакиева Мұхаббат Қожамбердиевна ұстаздың шебер сабағымен басталды. Мына жерде бізде тұсаукесер салт дәстүр берілген. Бұл жерде біз қалай мысалы тұсаукесерді өзінің жалпы бала дүниеге шыр етіп келе салғандан бастап көп этаптардан тұрады. Ұлттық құндылықтар біздің тіршілігіміз бабаларымыздан қалған асыл мұра екенін түсіндіру. Әрқайсымыздың үйдегі мысалы ауламыз бар, одан қалса жұмыс істеп жатқан мекемеміз бар, қаламыз бар. Мына көктем мезгілінде қарапайым жаңа гүл отырғыздан, ағаш отырғыздан, болмаса бұрын отырған ағаштарды баптап күтуден содан басталады ғой. Бір сүйреттік көрсетпей, именно Наурыз мейрамында 1 мамырда бізде мысалы ярмарка жасаймыз, сонда әр ұлтты таңдап, соның тамақтарын пісіріп, костюмын киіп. Как это все выглядело, в чем ходили наши предки, да, как они это все сами вышивали, как это они все делали своими руками. Все это мы можем благодаря именно материальным ценностям показать нашим детям. Оюлы домбырасымен және оюлы көк туымен таниды. Әр халықтың дәстүрін, тарихын сонау көне заманнан біздің уақытқа дейін жеткізген адамгершілік қағидаттары. Әрине, біз ұлттық құндылықтардың әрқайсысын құрмет тұтуымыз қажет. Себебі ұлттық құндылықтар ұлттың қазынасы. Тілім менің ерлігім, дегелдігім, кеменгерлік, кемелдігім, кемдігім. Тілім менің мөлдірлігім, пәктігім, ұлылығым, тереңдігім, теңдігім. Алғаш рет ана сөзім жұтқанды, алғаш рет ана тілім оқанды. Өз анамды мама демей апа деп, алғаш рет менің тілім шыққанды. Кездесудің келесі бөлігі оқу орнының акт залында басталды. Жақсы бастама, ден-тен, яғни бір күн қандайда бір қызықтырған маманның көлеңкесі болып қасында жүру деген мағынаны білдіреді. Тәжірибеде жоқ емес. Бірнеше оқушылар өздерінің жақсы көретін мамандықтарын үйрену, бақылау жолында дейді мектеп басшысы. Мамандығын таңдаған кезде біз не істейміз? Бәріміз оқуға түскеннен кейін барып, жаңағы практикадан өтіп жатамыз. Жұмысқа барамыз ғой мысалы, да? Университетке түскеннен кейін барып, бітіргеннен кейін барып практиканы өткізіп жатырмыз. Ал мына ден-теңі деген бұл алдын ала өткізеді бұл практиканы. Мысалы біз мектебімізде 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін 7-ші сыныптан бастаймыз, мектепте бастаймыз. Семинар бір сарында болмасын деді ме, ұйымдастырушылар қонақтарды қол өнермен айналысуға тартты. Онда ол кісілер өз қолдарымен әшекейлер жасады. Жасаған бұйымдарын өздерімен алып кету мүмкіншіліктеріне де ие болды. Естелік болсын деген ниетпен гүл отырғызды. Баланың болашағы мамандықты дұрыс таңдау. Сондықтан мына практика жүзінде осы мектепхана шыны керек, Медеу ауданы бойынша, білмеймін, қала бойынша да сондай шығар. Практика жүзінде осы балаларды біздің болашақ Қазақстан азаматтарының, керемет бір беделді азаматтарының мамандығын, дұрыс мамандығын таңдауы. Шарадан алғаным, маған ұнаған ден-теңей өтіп. Не знаю, я как-то об этом даже никогда не думала, так что можно делать. Ол мен үшін бір жаңалық болды да. Білім айнасы Алматы қаласынан Қуантай Амантайұлы.